Таңертең табиғат тыныш күйде болады. Ауада жеңіл самал есіп тұрады. Құстар оянып айналаға дыбыс таратады. Бұл табиғи дыбыстардың басталуы. Біз дыбысты қоршаған ортадан естиміз. Құстардың сайрауы табиғи дыбыстардың бір түрі. Олар өзара дыбыс арқылы байланысады. Әр құстың дауысы әр түрлі болады. Бұл дыбыстар табиғаттың әсемдігін көрсетеді. Біз оны құлағымызбен қабылдаймыз. Жел қозғалған кезде ағаш жапырақтары тербеледі. Сол тербеліс дыбыс туғызады. Жел табиғи дыбыс көзі болып саналады. Ол әр түрлі күшпен соғуы мүмкін. Біз желдің дыбысын күнде естиміз. Жаңбыр жауған кезде тамшылар жерге түседі. Әр тамшы дыбыс шығарады. Бұл да табиғи дыбыс көзіне жатады. Жаңбырдың дыбысы тыныштық береді. Табиғат осылай дыбысқа толады. Найзағай кезінде күн күркірейді. Бұл өте қатты табиғи дыбыс. Ол ауадағы электрлік құбылыстардан пайда болады. Күркіреу алыстан да естіледі. Табиғаттың күшін осы дыбыс көрсетеді. Адам дауысы да дыбыс көзі болып саналады. Біз сөйлеген кезде дыбыс пайда болады. Дауыс ауа арқылы таралады. Ол арқылы адамдар бір-бірімен сөйлеседі. Дыбыс қарым-қатынас құралы болып табылады. Қоңырау соғылған кезде әуезді дыбыс шығады. Бұл дыбыс металдың тербелуінен пайда болады. Қоңырау дыбысы алысқа тарайды. Ол адамдарға белгі береді. Бұл жасанды дыбыс көзі. Домбыра ұлттық музыкалық аспап. Оның шектері тербеліп дыбыс шығарады. Әр күй ерекше әуен береді. Домбыра қазақ мәдениетінің бөлігі. Ол жасанды дыбыс көзіне жатады. Пианино пернелері басылғанда дыбыс шығады. Ішіндегі шектер тербеледі. Әр перне әр түрлі дыбыс береді. Музыка осылай пайда болады. Бұл да жасанды дыбыс көзі. Барабан соғылған кезде қатты дыбыс шығады. Оның беті тербеліп дыбыс тудырады. Барабан ырғақ береді. Музыкаға күш қосады. Бұл жасанды дыбыс көзі болып саналады. Көлік қозғалған кезде мотор дыбысы естіледі. Дөңгелектер жолмен үйкеледі. Бұл қалалық дыбыстарға жатады. Көліктер көп болған сайын дыбыста көбейеді. Адамдар бұл дыбысты күнде естиді. Поезд рельс бойымен қозғалады. Металл дыбысы пайда болады. Бұл дыбыс алысқа тарайды. Поезд үлкен дыбыс көзі болып саналады. Ол жол бойында естіледі. Ұшақ аспанға көтерілгенде қатты дыбыс шығады. Оның моторы қуатты жұмыс істейді. Дыбыс жерге дейін жетеді. Бұл техникалық дыбыс көзі. Ол өте күшті дыбыс береді. Теледидар мен динамик дыбыс шығарады. Біз олардан музыка мен хабар естиміз. Дыбыс электр арқылы пайда болады. Ол бөлмеге тарайды. Бұл жасанды дыбыс көзі. Радио арқылы әр түрлі дыбыстар таралады. Музыка мен хабарлар естіледі. Радио толқын арқылы жұмыс істейді. Ол адамдарға ақпарат береді. Бұл да дыбыс көзі. Телефон қоңырауы дыбыс шығарады. Біз сол дыбыс арқылы хабар аламыз. Дыбыс сигнал түрінде болады. Ол байланыс құралы болып табылады. Телефон маңызды дыбыс көзі. Дыбыс толқындары ауа арқылы таралады. Олар көзге көрінбейді. Бірақ біз оларды естиміз. Дыбыс әрқашан тербелістен пайда болады. Бұл табиғи заңдылық. Мысық пен ит те дыбыс шығарады. Олар үру және мияу арқылы сөйлеседі. Бұл жануарлардың дыбыстары. Олар табиғи дыбыс көзіне жатады. Біз оларды жиі естиміз. Су ағып жатқанда дыбыс пайда болады. Сарқырама қатты шу шығарады. Су қозғалысы дыбыс туғызады. Бұл табиғи дыбыс көзі. Табиғатта ол жиі кездеседі. Барлық дыбыс көздері табиғи және жасанды болып бөлінеді. Табиғат пен адам екеуі де дыбыс шығарады. Біз оларды күнделікті өмірде естиміз. Дыбыс бізге әлемді түсінуге көмектеседі. Осылайша дыбыс көздері туралы біліміміз толықтырылады. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп лайк басып пікір жазуды ұмытпа.